Соны милициямен қашшегірден мороженое жемей қойса бола ма соны? Жоқ, өздеріңіз қойсыздар. Өздеріңіз істей қойсыздар. Мороженое жеп, аймен жүресіздер. Кола жеп, беріп жіберіп, соның қатарында барсыз сізде. Қауалсы да адам өзі бауырlarını қойса істемей ма? Қайда? Қайда? Кешкі 9-да табылған ғой. Бірде шығып кеткен ғой. Бірден 4 минут өткенде шығып кеткен. 9-да табылды. 9-ға дейін іздедік қой біз. Осы мына жақта камераға түскенде дальше камераларда уже ары қарай өтіп кеткені жоқ та. Осы 3-4 үйдің арасында отырған еді. Я 5 жасар қызды көрмедім ба дедім. Сол кезде екеуі отқан жоқ, көрмедім деді. Уже бұл кезде өлтіріп бәрін істеп болған ғой бұл. Қасында адам болған мына жердегі шаштараз сол екеуі істеген оны. Просто біз кеш уақыт жүріп қалдық та. Қандай күйде екен қызыңыз? Қызым көріп кеткен. Шылым басып жатыр там төбесінде да. Там төбесінде жақты жерген кәдімгі өліп. Сам ит өліп қалса шылым басып жатады ғой. Сол сияқты басып жатыр да. Болды. Оны бар ма ұрып балалар өлтіремін деп отқан кезде мен оны аманат қалдым. Оны ұрып отқан кезде мен жүрегім ауырды ше, мен қызым пышақталған көрмеген едім да. Мен бүгін больницаға барған кезде көрдім да, пышақтыға берген, тағы басына пакет кигізген, ұрған бетінен ше. Мен соны көріп, мен кеше мен бекер аяғымды танып, мен оған ше ауылдың балалар шлаколкпен ұрып отқан. Сол кезде ұрған кезде мен жүрегім ауырды ол бала ше, өліп қалмасын деп. Сонда менің қызыма жүрегі ауырмады ма дедім да сол адамның ше. Айтарым жоқ ондай адамдар. Ондай педофилді көрсету керек, халыққа көрсету керек, қалай азаптанып жатқанын. Бұл азаптауын халық көріп отыр ғой. Кірдік осы үйге, кірдік та арқадан киімі шықты қыздың. Киімі шыққан екен, алды қарай іздеп шықтық. Іздеп шықтық, бүкіл жақты іздеп отырайық, содан Кіршаға қарай кеттім, жоғалып қалдым. Кіршаның шипыр тұрған, шипыр басып қанын, кейіпсіз қыз жатқан. Ар жаққа бір шықты шығар жер. Не көрдіңіз? Қандай күйде? Қыз жатқан еді бұл, киімсіз. Оралған ба? Ештеңе оралған, үстіне ішін шипыр жауып қойған, жатыр бұл. Қандай күйде жатты, айтып беріңізші сон? Оған қапше қарап, көріп тұра алмайсыз оған. Шошырлықтай күйде ма, сонда қалай? Қапше қарап тұрмайсыз. Барлық шешімді шештіп бастап бәрін істеген ғой. 5 жастар қызы сөйтіп істей ма? Жалғыз өзі болған ба? Енді білмейміз енді ол жалғыз болған, бірақ өзі қасында шерік болған ба? Білмеймін, жұттардан естігіміз бойынша бір 2-3 бала болған дейді, мен де ой жағын тергеуші жағында көре жетамыз. Неге бірден ол кісіден күдіктендіңіз сіз? Білмеймін, мен сездік қой, оны білеміз ғой, қыз құмар екенін білетін 6-7 үйленген ол. Білеміз да, қанша адамды өлтірген ол. Басын жарып шығып келе береді. Ақша береді де шығып келеді. Ақша береді, шығып келе береді. Күдіктендім, осы шыққаннан сөйді күдіктендім негізі. 3 адамнан күдіктенген негізі. 3 адамнан күдіктендім. Кетіп оққан кезде осы үйге кіргенім. Бірақ сойдым болып шықты ғой. Тау керек қой. Бұдан алдында істеген, кім шығарып алғанда бәрін тауыңыз керек. Мен бұған қарап отырмын. Кім шығарды бұны алдын үстіп кеткен кезде ше. Қоя сол. Қазір алма милициялар мен деген сот деген бар. Мынандай болған мен басынан талай іс түсті да. Сотталардың тірлігі ғой енді берді. Ақша берді, шығарды, келді, бұяқта мен қызым келіп осындай болды да. Неше бала шағаңыз бар еді? Менің 4 бала шағам бар. 2 қыз, 2 балам бар. Нешіншісі еді бұл? Бұл 3-шісі. 2 баладан кейін 3-шісі. Бұл атасының қызы. Мен талаптарым сол. Азабын көру керек. Кейін бұны бар ма, алдын үстіп іс қозғалумен кеткен кезде, қамауға кеткен кезде, бұны кім шығарып алған, маған соны керек. Кім шығарып алды, кім ақша берді, сол адамдардан тартуым керек қой. Бұны негізі ауылдан көшіру керек еді. Мынау күні кеше Сарыағаш ауданы Жібек жолы елді мекенінде мына кәмелет жасқа толмаған қызды өлтіру дерегі бойынша баяндап өтсем, күні кеше өздеріңізге мәлім адам өлтіру, кәмелетке жасы толмаған қызды өлтіру дерегі орын алды. Қылмыскер құрықталып, қазір уақытша ұстау изоляторына қамаққа алынды. Күдіктінің үстінен Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 99 бабымен қылмыстық іс қозғалды.